Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін жұмыртқалы рулет дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқаға қаймақты салып, керегінше тұз салып, жақсылап араластырамыз. Оны формаға құямыз және қызып тұрған пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Ол алдымен көтеріледі, содан соң қалпына келеді. Крабовые палочки, сыр, петрушка, чеснок барлығын бір ыдысқа салып, майонез қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Крабовые палочки мен сырды теркадан өткіштен өткізіп аламыз. Біздің начинкамыз дайын. Осы начинканы тегістеп, төсеп, жайып шығамыз. Пищевая пленканың көмегімен жақсылап қысып ораймыз. Оны бірден кесе берсеңіз де болады, немесе холодильникке 1 сағатқа салып қойсаңыз болады. Біздің рулет дайын, өте жылдам дайындалады, міндетті түрде жасап көріңіз.